Сондықтан астағфируллах ва атубу илейхи деген бұл сіздің өзіңіздің болмысыңызға беретін әсері болса, одан кейін Алла тағала бұл астағфируллах ва атубу илейхидің әсерін ризығыңызға әкеледі. Көптен бері жаңбаған жаңбырды жаудырам дейді саған. Сенің күнәң бөгеген еді дейді жаңбырда. Нұх сүресінде сол бар. Юм деді алейкум ассама амидрора. Сендердің үстілеріңе жаңбырды молынан жаудырады. Сөйтіп шықпай жатқан бақшаңды шығара бастайды. Келмей жатқан ұрпағыңды келтіре бастайды. Өзендеріңді ағызады. Олай болса, астағфируллах ва атубу илейхи сізге келмей тұрған ризықтардың кілт екен. Мен соны өзінің мәресіне жетпейінше бизнес жүрмейді. Сондай нәрсе ол. Өйткені ол бизнеске өткендегі Юнус сүресінің соңғы аятында, егер Алла тағала саған бір зарар тигізсе, денсаулығыңа ма, кәсібіңе ма, балаңның денсаулығына ма, бақшаңа ма, көрдіңіз бе? Оны енді Алладан басқа ешкім алып тастай алмайды дейді. Раббым, оны қалай алып тастайсың? Кешірім сұра, тәубамен орал. Қашан мәресіне жеткізесің? Астағфируllahмен тәубаңды ашамыз. Жол ашу деген осы. Адамдар бұны істегісі келмейді, сосын левый жолдарды іздейді жол ашуға. О жаққа да шайтан дайын тұрады. Ана жақта пәленше бар, мына жақта анау бар, мына жақта мынау бар деп, бағанаға Алладан басқаға құлшылық қылмаңдар деген нәрсе ұшып кетеді. Сөйтіп адам өзі білмейді өмірінде жалпы не нәрсеге сүйеніп жүрген. Міне осы кілттерді Алла бізге осы Құран арқылы қазір түсірмесе, бұны қайдан білеміз біз?